Сәлем қыздар, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Видеоны қарамас алдын міндетті түрде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда жақсы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ал бүгін сіздермен бірге қуырылған, яғни цомен деп аталатын лағманды дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді алып, сопақша етіп кесіп аламыз. Және де көлденеңінен жұқалап турап алатын боламыз. Мен сиыр етін пайдаландым. Сіздерде егерде сиыр еті табылмаса, қой етінің жұмсақ жерін пайдалансаңыздар да болады. Видеодағыдай қалыңдықта болу керек еттеріңіз. Барлығын жақсылап турап аламыз. Мінекей етімізді осындай жұқалықта турап алдық. Енді етімізді маринадтауға көшеміз. Етімізге жарты шай қасық тұз, аздап бұрыш, 1 ас қасық крахмал және де 2 ас қасық соя тұздығын құятын боламыз. Мен жүгері крахмалын пайдаландым. Сіздерде жүгері крахмалы табылмаса, картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып, бетін жауып, жақсы маринадталу үшін тоңазытқышқа салып қоямыз. Мейлінше ұзақ тұрғаны жақсы, кемінде жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Етіміз дайын боламын дегенше көкөністерімізді турап аламыз. Бізге пияз, сарымсақ, 2 түсті тәтті бұрыш және де пекин қырыққабаты қажет болады. Алдымен пиязымызды алып, ұзыншалап, жұқалап турап аламыз. Сарымсағымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Ал тәтті бұрыштарымызды осылай видеодағыдай үлкен 4 бұрыштарға бөліп турайтын боламыз. Бізге қырыққабаттың тек қатты осы ақ бөлігі ғана қажет. Осы ақ бөлігін жасыл бөлігінен бөліп алып, тәтті бұрышты турағандай көлемде 4 бұрышты етіп, үлкен етіп турап алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің көкөністеріміз дайын, барлығын жақсылап турап алдық. Енді лағманымызды қуыруға кірісеміз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін маринадталған етімізді салып, жақсылап араластырамыз. 1-2 минут шамасында еттің барлық жеріне майды тегізіп қуырып аламыз. Енді үстінен жарты пиала жылы су құямыз. Бетін жауып, орташа отта 10 минут шамасында бұқтырып аламыз. Мінекей бізде осындай болады. Енді үстінен сарымсағымыз бен пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 ас қасық томат, 2 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Бетін жауып, 5-7 минут шамасында тағы да бұқтырып аламыз. Етімізді бір араластырып жіберіп, үстінен тәтті бұрышымызды және де қырыққабатымызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Ащы болған қаласаңыздар, осындай ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен кішкене ғана бөлігін қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Бетін жабамыз да 5 минуттай бұқтырамыз. Етіміз бен көкөністеріміз дайын боламын дегенше қамырымызды кесіп аламыз. Мен дүкеннен осындай созылған дайын қамырды алып пайдаланамын. Бұл жерде 1 килограмм шамасында мен тең жартысын алатын боламын. Бізде қамыр кішкене ұзындау болғандықтан жегенде ыңғайсыз болмас үшін қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп дайындап алатын боламыз. Қамырдың ұзындығы видеодағыдай болса жеткілікті. Енді дайын болған етіміз бен көкөністерімізді бір араластырып, үстінен жаңағы турап алған қамырымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мен лағманның кішкене ашылау болу үшін және де түсінің тоқ қоңыр түсті болу үшін тағы да 1 ас қасық көлемінде соя тұздығын қостым. Сіздерде қоссаңыздар болады, немесе қоспай жасай берсеңіздер де дәмді шығады. бір араластырамыз да
бетін жауып 2-3 минут шамасында баяу отта қалдырамыз. Мінекей қыздар, біздің лағманымыз дайын. Небәрі 1 сағаттың көлемінде жасалады. Дәмі, иісі өте керемет болып шығады. Енді дайын болған лағманымызды осындай әдемі тәрелкемізге салып алатын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің жолдасымның көңілінен шықты. Өзі риза болды, оның риза болғанын көріп мен риза болдым. Міндетті түрде жолдастарыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Ас болсын.